21 хадис. Суфиян ибн Абдуллах әс-Сахафи, Алла оған разы болсын, мен Аллахтың елшісі маған исламда сізден кейін ешкімнен сұрамайтындай өміріме жеткілікті болатын бір сөз, құнды өсиет айтыңыз деп өтініш білдірді. Сонда ол маған Аллахқа иман келтірдім деп айтты. Сосын сол жолда бекем бол деді. 22 хадис. Жабир ибн Абдуллах, Алла екеуіне разы болсын, бір кісі Аллах елшісіне келіп: Аллахтың елшісі, егер мен 5 уақыт намаз оқумен, Рамазан оразасын ұстаумен және халалды халал, харамды харам деп білумен шектелсем, әрі осы амалдарға басқа ешбір амал, сүннет, нәпіл, мұстахаб амалдарды қоспасам, жәннатқа кіремін бе деп сұрады. Сонда ол оған иә деп жауап берді. 23 хадис. Абу Малик әл-Ашғариден, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте Аллахтың елшісі былай деген: тахарат, тазалық дәрет, иманның жартысы. Альхамдулиллах, барлық мадақ Аллахқа тән деген сөз таразыны толтырады. Субханаллахи вальхамдулиллах, Аллах кемшілік атаулыдан пәк және барлық мадақ мақтау Аллахқа тән деген сөздер көктер мен жерлердің арасында кеңістікті толтырады. Намаз қараңғылықтар мен жамандықтардан сақтайды. Нұр, садақа адамның иманы мен тақуалығына құжат. Сабыр, туралыққа бастайтын жарық. Құран, не сенің пайдаңа, не саған қарсы дәлел. 24 хадис. Абу Зар әл-Ғифари, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте пайғамбарымыз Аллах тағаладан келесі сөздерді риуаят еткен: Ей менің құлдарым, расында мен өзіме зұлымдықты харам еттім, әрі оны сендердің араларыңда да харам қылдым. Ендеше бір-бірлерің еш зұлымдық қылмаңдар. Ей менің құлдарым, менің тура жолға салғандарымнан басқаларың түгелдей адасуға едіңдер. Ендеше менен тура жолға салуымды сұраңдар, сонда мен сендерді тура жолға саламын. Ей менің құлдарым, мен тамақтандырғаннан басқаларың түгелдей аш едіңдер. Ендеше менен тамақтандыруымды сұраңдар, сонда мен сендерді тамақтандырамын. Ей менің құлдарым, мен киіндіргеннен басқаларың түгелдей жалаңаш едіңдер. Ендеше мен киіндіруімді сұраңдар, сонда мен сендерді киіндіремін. Ей менің құлдарым, расында сендер күндіз-түні күнәға батасыңдар, ал мен барлық күнәларды кешіремін. Ендеше менен кешірім тілеңдер, сонда мен сендерді кешіремін. Ей менің құлдарым, ақиқатында сендер еш уақытта маған зиян да пайда да келтіре алмайсыңдар. Ей менің құлдарым, егер сендердің барлықтарың, әуелгілерің және ақырғыларың, адамдардың мыңжылдықтарың сендердің араларыңдағы ең тақуа адамның жүрегінде тақуа болса да, менің мүлкімде сендердің тақуалықтарың еш нәрсе қоса алмас еді. Ей менің құлдарым, егер сендердің барлықтарың, әуелгілерің мен арғыларың, адамдарың мен жындарың сендердің араларындағы ең күнәһар адамның жүрегіндей күнәһар болса да, менің мүлкімде сендердің қарсы келулерің еш нәрсені кеміте алмас еді. Ей менің құлдарым, егер сендердің барлықтарың, әуелгілерің мен ақырғыларың, адамдарың мен жындарың бір төбенің үстінде жиылып тұрып менен қажеттерін сұраса және мен сендердің әрбіріңнің сұрағанды берсем, бұл менде барды, мүлкімді, байлығымды теңізге батырылып шыққан илни теңіз суын
қаншалықты азайтса соншалықты ғана азайтар еді. Ей менің құлдарым, расында бұл мен есептеген амалдарың ғана. Сонда соң сендерге сол амалдарың үшін толық баға беремін. Сол кезде кім игілікке жетсе, Аллахқа мадақ мақтау айтсын, ал кім басқа бір нәтижеге ие болса, тек өзін ғана кінәласын. 25 хадис. Абу Зар, Алла оған разы болсын, айтады: бір күні Аллахтың елшісі кейбір сахабалары пайғамбарға келіп: "О Аллахтың елшісі, барлық сауапты байлар алып кетіп жатыр. Себебі олар біз сияқты намаз оқиды, біз сияқты ораза тұтады және өз байлықтарының артығынан садақа етіп тұрады", деп айтатын. Сонда пайғамбарымыз оларға: "Ал Аллах сендер үшін садақа жасай алатын нәрсе дайындады ма? Шынында әрбір тәсбих субханаллах пен деп Аллахты пәктеу, әрбір тәкбир Аллаху әкбар деп Аллахты ұлықтау, әрбір тахмид альхамдулиллах деп Аллахты мадақтау және әрбір тахлил ла илаха илаллах деп Аллахты құлшылыққа да жалғыздау сөздерін айту, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтару, тіпті сендердің жыныстық қатынас жасауларың да сендер үшін садақа" деп жауап қайтарды. Сол кезде сахабалар: "О Аллахтың елшісі, біздерден біреу өз шахуатын қанағаттандырғаны үшін де сауап ала ма?" деп таңырқана сұрады. Пайғамбарымыз оларға: "Айтыңдаршы, егер сендерден біреу өз шахуатын тыйым салған жолмен қанағаттандырса, күнә болмай ма? Демек, сол сияқты оны халал жолмен қанағаттандырған болса, сол үшін ол сауап алады" деп жауап береді. 6 хадис. Абу Хурайра, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте Аллахтың елшісі былай деді: "Күн сайын адам баласының әрбір буыны 360 буын садақа беруі тиіс. Араздасып, ренжісіп, жанжалдасып қалған екі адамның арасын әділдікпен жарастыруың садақа. Бір кісінің жануарына, көлігіне, атына, түйесіне отыруына демеу жіберуің немесе оған жерден затын алып беруің садақа. Кез келген жақсы сөз садақа. Намазға, мешітке қарай басқан әрбір қадамың садақа. Және жолдан кедергіні алып тастауың да садақа. Сендердің әрбір буындарың күн сайын садақа беруі міндет. Әрбір тасбих субханаллах деп айту садақа. Әрбір тахмид альхамдулиллах деп айту садақа. Әрбір тахлил ла илаха илаллах деп айту садақа. Әрбір тәкбир Аллаху әкбар деп айту садақа. Сондай-ақ жақсылыққа бұйыру, шақыру садақа." 27 хадис. Науас ибн Самған, Алла оған разы болсын, мен Алла елшісінен игілік және күнәһарлық жайында сұрадым. Сонда ол игілік көркем мінезділік, ал күнәһарлық жаныңды тынышсыздандыратын күй, әрі сен оны басқалардың білуін қаламайтын іс-әрекеттер деді. Басқа бір риуаятта былай делінген: Уабиса ибн Мақбат әл-Асадиден, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте Аллахтың елшісі былай деген: "Сен игілік туралы сұрауға келдің бе?" деді. Ол "Иә" деп жауап береді. Сонда Аллахтың елшісі игілік, тақуалық, жақсы істер жайында сен өз жүрегіңнен сұрап көр, өйткені игілік ішкі дүниеңнен мен жүрегің сенім мен тыныштық тапқан іс-әрекет, ал күнәһарлық болса жан дүниеңе тыныштық бермей, көңіліңді қобалжу тудыратын істер, тіпті адамдар саған ол істерді дұрыс деп рұқсат етіп берсе де деген. 28 хадис. Абу Нажих Ирбад ибн Сария, Алла оған разы болсын, былай дейді: "Бір күні Аллахтың елшісі бізбен бірге намаз оқып, сосын бізге қарай бұрылып, біздің жүрегімізде үрей ұлатып, көзімізден жас ағызған өте әсерлі уағыз насихат айта бастады. Сонда
біз уа Аллахтың елшісі, бұл тура бір қоштасып тұрған адамның уағыз насихатына ұқсайды екен. Ендеше бізге өсиет айтыңыз дедік. Сонда ол: менің сендерге айтар өсиетім Аллахтан қорқыңдар. Басшыларың құл болса да оны тыңдап оған бағыныңдар. Сондай-ақ сендердің ұзағырақ өмір сүретіндерің көптеген талас тартыстың куәсі болады. Сонда сендер менің сүннетімнен және әділдік пен шыншылдықтан үстінде тура жолда болған халифалардың сүннетінен айырылмаңдар. Одан азу тістеріңмен жармасыңдар және діндегі жаңалықтардан аулақ болыңдар. Өйткені әрбір жаңалық бидғат адасушылық, ал әрбір адасушылық тозақта деп өсиет етті. 29-шы хадис. Ардақты сахаба Муаз ибн Жабал, Алла оған разы болсын, айтады: Муаз: уа Аллахтың елшісі, маған мені тозақтан аластатып жәннатқа кіргізетін амал жайында хабар беріңіз. Аллах елшісі: ақиқатында сен орасан зор, тым ұлы іс жайында сұрадың. Расында Аллах тағала жеңілдеткен адамға ол нәрсе оңай болмақ. Ол амалдар: бірінші, Аллахқа ешкімді және еш нәрсені серік қоспастан құлшылық етуің. Екінші, 5 уақыт намазы шарттарына сай толық оқуың. Үшінші, зекет беруің. Төртінші, Рамазан айының оразасын ұстауың. Бесінші, жағдайың келсе Аллахтың үйіне барып қажылық жасауың. Сондай-ақ саған жақсылықтың қақпалары жайлы айта кетейін бе? Ораза тозақтың отынан қорғайтын қалған. Су отты қалай сөндірсе, садақа да дәл солай күнәларды сөндіреді. Сосын адамның түннің бір уақытында тұрып намаз оқуы. Бұл турасында Алла тағала олар түн намазында оқу үшін ұйқыларын қиып төсектеріне тұрып, Раббыларына оның азабынан қорқып, мейірімнен үміттеніп жалбарынады. Сондай-ақ олар берген нығметтеріміздің бір бөлігін ізгілік жолында жұмсайды. Істеген ізгі амалдарының қайтарымы ретінде оларды көзайым етіп қуантатын қандай сый-сипат сақтаулы екенін ешбір жан білмейді деген. Содан кейін саған діннің басы, тірегі және биік шыңы жайлы да хабар берейін бе дейді. Муаз: иә, әрине, Аллахтың елшісі. Аллах елшісі: діннің басы ислам, тірегі намаз және биік шыңы Аллах жолындағы күрес. Ал енді осы айтылғандардың барлығын баратын нәрсенің не екенін де айтып өтейін бе? Муаз: иә, әрине дейді. Аллах елшісі тілін ұстап көрсетіп, мынаған ие бол дейді. Муаз: уа Аллахтың елшісі, сонда біз айтқан әрбір сөзіміз үшін жауапқа тартыламыз ба? Аллахтың елшісі: әй Муаз, анаң сені жоғалтып қойсын. Адамдарды тозаққа беттермен немесе тұмсықтармен сүйрелеп тастауларына себеп болатын нәрсе олардың тілдері жинаған күнәлары емес пе? 30-шы хадис. Абу Сағлаба әл-Хушани, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте Аллахтың елшісі былай деген: расында Аллах тағала сендерге кейбір нәрселерді парыз етті, оны жоғалтып қоймаңдар. Сондай-ақ кейбір нәрселерді шариғаттың шекараларын етіп бекітіп қойды. Ендеше оны кесіп өтуден сақтаныңдар. Әрі кейбір нәрселерді харам қылды, сондықтан оны жасаушы болмаңдар.